Күрішке кие даруы. Ухуд шайқасында Мұхаммед пайғамбардың астыңғы күрек тісі сынады. Бір сахабасы сынған тісті тауып алады. Пайғамбар тісін аяқасты қылуға дәті жібермейді. Тісті үйінің бір бұрышына көмеді. Тіс көмілген жерден әппақ күріш өсіп шығады. Сахаба пайғамбарды шақырады. Пайғамбар келіп, Ясин сүресін оқып дұға жасайды. Ол сахабаға: Алла менің тісімнен күріш өсіріп шығарды, яғни Ясиннің қуатын берді. Оны аяқасты етпеңдер деп өсиет айтады. Содан бері халық күрішті қастерлепті. Пайғамбардың дұғасынан соң күріш тойымды әрі берекелі асқа айналыпты.